Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы заманауи көлік, современный транспорт. Бүгінгі сабақта қолданылатын жаңа сөздер. Заманауи, современный, сапалы, качественный, қуатталады, заряжается. Заманауи, сапалы, қуатталады. Жақсы, жаңа сабақты бастамас бұрын сын есімнің салыстырмалы шырайын есімізге түсірейік. Давайте вспомним с вами сравнительную степень прилагательных и с помощью каких суффиксов они образуются. Это рақ рек, рақ рек, лау леу, дау деу және тау теу. Енді мәтін оқиық. Мынау қандай көлік? Ұшақ па әлде машине ме? Пішіні өзге, дөңгелектері де ерекше. Бұл ұшатын машине. Баратын жерімізге 5 секундта жеткізеді. Өте ыңғайлы, жылдам және заманауи. Бұл машинелер тоқпен қуатталады. Өте сапалы, ең бастысы қауіпсіз. Енді осы диалогтан сын есімдерді табайық. Давайте найдем прилагательное в тексте. Ыңғайлы сын есімі бар. Жылдам, заманауи, сапалы және қауіпсіз. Енді осы сын есімдерге салыстырмалы шырай жұрнақтарын жалғайық. Давайте теперь к ним добавим суффиксы сравнительной степени. Ыңғайлы удобно, удобнее будет ыңғайлырақ. Жылдам быстро, быстрее будет жылдамырақ. Заманауи современный, современнее будет заманауи лау. Сапалы качественный, качественнее будет сапалы лау. Қауіпсіз безопасно, безопаснее будет қауіпсіз деу. Жақсы балалар, енді 57-ші бет 3-ші тапсырма тиісті қосымшаны қойып жаз. Ставьте нужные суффиксы и запишите предложение. Осы тапсырма бойынша есте сақтайық айдары. Давайте запомним. Дөңгелек сөзі пішін мағынасында және көліктің бөлшегі мағынасында қолданылады. Слово дөңгелек имеет два значения. Первое – это фигура, второе – это часть транспорта. Жақсы балалар, енді үй жұмысы 58-ші бет 4-ші тапсырма екі суретті салыстыр. Сравните два рисунка.